Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай оңай және де дәмді болып шығатын борщтың рецептісімен бөліскім келеді. Борщ бізде денсаулыққа өте пайдалы және де өте дәмді болып шығады, достар. Мен жасаған рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді, сондай денсаулыққа пайдалы. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен қазанға май құйылып, көбік тураған пиязымызды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Және де оны жақсылап қуырамыз. Және де қызарған пиязымыздың үстіне көбік толыралған сәбіз бен картопымызды салып, жақсылап қуырып, оның үстіне қызанақ пастасын саламыз. Және де 2 ас қасық тұзды салып қуырамыз, достар. 2 ас қасық тұз салдым. Оның үстіне сорпақ құйып, су құйып қайнатамыз. Ал ол сорпақ су қайнағанға дейін біз қырыққабаттарымызды осылай дәл осылай көбік-көбіктай қып турап аласыздар, достар. Дәл менікіндей қайнаған сорпаға енді біз қырыққабаттарымызды салып, осылай араластырамыз. Орташа отта араластырып қайнатамыз. Мінекей біз үкіштен өткізілген қызыл ша, енді оны сорпаға салып, оны да қайнатамыз, достар. Мінекей біздің борщымыз дайын болып шықты. Өте дәмді, сондай пайдалы болып шықты, достар. Жасап көріңіздер.